Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін қартаюға қарсы бетіңізді жасартатын зығыр дәні қосылған күріш маскасын жасаймыз. Ол үшін бізге 2 ас қасық күріш керек. Күрішті жуып аламыз. Бұл маскаға аздап уақытыңыз кетсе де, нәтижесі оған тұрарлық. Оның үстіне өзіңізге уақыт бөлгеніңіз қандай жақсы. Жуылған күрішті ыдысқа салып, үстіне 200 мг су құйып, баяу отқа қойып, ботқа болғанша пісіреміз. Дайын болған күріш ботқасын бөлме температурасында суытамыз. Күріш ботқасын ыдысқа салып, блендердің көмегімен езіп пюре жасаймыз. Күріш пен зығырдан жасалған маска қабынуды басады және тыныштандырады, теріні ағартып, пигментацияны азайтады. Маска негізі тегіс болып шығуы үшін електен өткіземіз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецепттермен достарыңызбен бөлісіңіз. Маска негізіне қосу үшін бізге 1 ас қасық зығыр дәндері керек. Үстіне 150 мг су құйып, баяу отта 7-8 минут қайнатамыз. Зығыр дәндері теріні сергітіп, жасартады, әжімдерді тегістейді және терінің түсі мен құрылымын жақсартады. Дайын болған зығырды бөлме температурасында суытамыз. Зығыр гелін алу үшін дәке арқылы сүзіп аламыз. Дайын болған зығыр гелін маска негізіне қосып араластырамыз. Бір шай қасық жүзім тұқымы майын қосып, барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 2 аптаға дейін сақтаймыз. Масканы аптасына 3 рет бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 20 минутқа қалдырамыз. Кейін қалған масканы жылы сумен жуамыз. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.